Біздің Құран үйрену бойынша 5-ші сабағымыз я әрпі. Алфавитте я деп айтылады, оқыған кезде и деп оқимыз, иә? И, я, и, ю, и. Әй, әйму, зәйту, мәйту, зәйну, ромю, яману, марьяму, майзу, майману, әйману, әмройни, зәйтәйни, әймәйни, мәйтәйни. Келесі әріп бә, б дыбысын береді. Бә, би, бу, б. Енді жалпы бә әрпінің үстінде сукун келетін болса, ол дірілдеп айтылу керек, кәместерге көрсететін болам оны. Мына жерде әбу деп оқимыз. Енді мына жерде б сукунды болып келіп тұр, иә? Мынаны ибну десем қате болады. Ибну деп дірілдетіп айтам. Бинту, бәйту, бәйна, әброма. Яғни әброма емес, әброма. Ройбу, зәйнәбу, бәрбәру, минбәру, би әмройни, би бәйтәйни, минбәройни, зәйнәбәйни. Мына жерде көбісі алифті шатастырып алады. Қалай оқылады деп түсінбей қалады. Би сосын ә ғой мынау. Би әмройни.